Сәлем, менің каналымның қонақтары және менің тұрақты оқырмандарым тоқыма әлеміне қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлнар. Осының алдында видеода мен сіздерге осындай әдемі қымқа шәркейді тоқуды көрсеткен болатынмын. Жалпы қандай жіптен тоқып жатырмын және мына басшылығын тоқуды көрсеттім. Тағы да қайталап кетейін, мен бұл үлгінің авторы емеспін. Мен бірнеше авторлардың, бірнеше шеберлердің жұмыстарын көріп, өзіме бір түйіндеп осындай не шығардым. Осы үлгіде, осындай жуандықтағы жіптен, осындай ілгектен мынау 35-36 өлшемге тоқып жатырмын. Енді сіздерге айтып кетейін, мен видеом 3-ке бөлінеді. Бірінші бөлігін тоқып болдыңыздар. Енді екіншісі мына өрнек болады және үшіншісі табан болады. Егер видео қысқа болса, онда сіздерге де маған да ыңғайлы болады деп ойлаймын. Енді қараңыздар. Бұл жерде бір шеберлерде мен көргенім, мына жерден бастап, мына ортадағы өрнекті тоқып кеткен. Сол кезде мына қараңыздар, мына жердегі із, мынау көрініп тұрады. Мына жерде біз көтерілген жеріміз, үш шынжырдан, көтерілген жеріміз көрініп қалады, мына жерде тігіс болып. Сол көрінбес үшін мен ол тігісті табанына жібердім. Бұл тігіс табанында қалу үшін не істеуіміз керек? Қазір соны жасаймыз. Біз бітеміз. Бірінші табанның жартысын тоқып аламыз. Мына былай қалады астында. Одан кейін өрнекті тоқимыз және табанның қалған жартысын тоқып, осы жерде аяқтаймыз. Енді мен сіздерге айтайын дегенім мынау. Негізі өрнек мынау 24 ілмектен тұрады. Және табанында 24 болу керек. Барлығы менде 48. Бірақ тоқу барысында мынандай нәрсе байқалды. Менде мынау өрнегіме 24 кеткенімен табанды тоққан кезде менде 24 емес 25 қалды. Негізі біз мына жерде аяқтаған кезде мен мына өлшеміме менде мына жерден былай қарай 37 болу керек. Дұрыс тақ болу керек. Ол өзі дұрыс, ол қате емес. Бірақ менде симметрия болу керек. Екі жағы бітіп оң аяқ, сол аяқ деген сияқты. Мына жақта байқасаңыздар сәл былай қисайып тұр, сәл. Мүмкін ол жаңағы бір ілмектің артықтығын әсер шығар. Сол үшін мен табанды бөлген кезде мына жақта 20, мына жерде мен 12 ілмек тоқым керек қой, мен 12 емес 13 ілмек тоқимын мына шынжырмен қосқанда. Или былай айтамыз, мына шынжырды бөлек есептейміз да, осыдан былай қарай 12 ілмек тоқып аламыз, орамы бар бағанша. Яғни табанның жартысы. Осыдан былай қарай тоқып алайық. Ал мына 3 шынжырдан басқа бөлек, мына жерде тағы да 12 ілмек тоқып алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мынау ортадағы өрнегімізді бастаймыз. Өрнекті бастаудың оңай жолы. Мына жерде біз қазір ең бірінші, ең алғашқы мына сызықтар бар ғой. Осы сызықтарды жасаймыз қазір. Ең бірінші ол үшін мынау ең соңғы ілмектен кейін бір шынжыр аласыз, бір воздушный. Және астынан біреу тастап, мына жерде астынан біреу тастап кетесіз, мұны біреуін сөйдесті, келесісіне осындай орамы жоқ бағанша тоқисыз. Енді мына жерде бізде ортада 10 арка болады. Әр аркада 1, 2, 3 шынжыр. Мына 3 шынжыр. Астынан біреуін қалдырып кетеміз. Астынан бір ілмекті. Және мына осылай мына 3 шынжыр. Астынан біреуін қалдырамыз, келесіне. Осындай 10 арка тоқимыз. Ал мұны 10 арка тоқып алдық. Енді оң жағындағыдай тағы да бір шынжыр қалдырамыз ортада. Табанына өту үшін бір шынжыр қалдырамыз да, астынан біреу тастап, бір ілмек тастап. Енді мынау біздің бағана қатарының басталған жеріне дейін тоқи береміз. Бұл жерде бізде 12 ілмек болу керек. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, мына 11, 12. Енді мынау алдындағы 3 шынжырымыз бар. Соның бәрі мынау үшіншісі дәл үстіндегі жалған ағамыз. Мынау басшаған тоққандаймын. Мынау ортада қалады бізде. Бұл тігіс ортада қалады. Міне енді мына жерден бастап біз мынау үшеу көтерілдім. Енді табанның жартысын тоқып аламыз. Әдеттегідей 13 ilmeği де бізде бұл жақта. Бізде оң жағында 13 ilmek, сол жағында 12 ilmek. Арасына санап қойыңыздар. Кейде бір ilmek қате кетіп қалады, артық немесе кем. Бүкіл тоқып қойған қатарымыздың бәрін тарқатуға тура келеді. Сондықтан бұл ilmekпен, ilmek деп айтамыз. Негізі қыздар, ilmek деген петля, мынау крючок деген ilgek деп айтқан дұрыс. Қазақша дұрыс айтайық. Негізі бұл мына ilgekпен тоққан кезде санап отыру өте маңызды екен. Өйткені қате кетіп қалсаң, оны бетіп не сияқты, тоқыма біз сияқты, специя сияқты бетіп алып, қайтып тарқатып, тоқу қиын екен. Бәрін тарқату керек. Мына енді біз табан жартысын бітірдік. Мына жерге келдік. Алғашында бізде бір не болса, шынжыр болса, енді екеу болады. Осылай көбейте бересіздер. Так, мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай 6 рет, мына жақта 6 болып тоқылғанша, 6 рет көтерілгенше өрнекті осылай тоқып кете бересіздер. Мына жақтан бір-біреуден қосып әр қатарда. Мына екеу болды ма? Енді астын тастап кетеміз, астын қысын. Мынаған қадаламыз. Бұл жақта 3 үшеуден болады. 1, 2, 3. Енді қараңыздар, ортадағы мыналарымыз біздің ұзарады, мына сызықтарымыз. Ал мына ортадағы аркаларымыз азаяды. 2, 3. Деп осылай айналдырып тоқи береміз. Енді мына жақтың ешқандай қиындығы жоқ. Тек мынау 6 рет көтерілген соң, бізде бір өзгеріс болады. Сол не өзгеріс? Қазір тоқып алайық, сосын сіздерге түсіндірем. Тағы да бір қатарын көрсетейін, одан кейін жаңағы өзгеріс болатын қатарға бірақ барамыз. Мына аркалар тоқып алдық. Енді түсінікті жерді бет мыжыңдап сөйлей беру қажет емес деп ойлаймын. Өйткені сіздер көрмейсіздер, өтіп кетесіздер, ал YouTube оны басқаша есептейді. Мына қараңыздар, мына жерде біреуді, енді екеу болады. Табан мен екі орта. Екеу болады. Мына бірінші бағаншаны тауып аласыз табанның. Және тағы да былай қарай ортаға дейін 12 орам бар бағанша тоқып аласыз. Келесі қатарда дәл осылай тоқисыз. Келесі қатарда мына жерде үшеу болады. Мына жерде. Қараңыздар, бірден бастадық. 1, одан кейін 2, 3, 4, 5. 5 болғанша тоқып алдық. Даже 6. Мына жерде 6 болғанша тоқып аласыз. 6 болғанша тоқып алыңыз. Одан кейін қатарға келген кезде, мына қараңыз, мына столбиктерден есептеңіз. Өрнек басталған столбиктер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өрнектің басынан бастап столбиктерді 6 рет тоқып алыңыз. Одан кейін сіздермен кездесеміз. Мына жағы түсінікті деп ойлаймын. Табанын тоқисыз, ортасынан жалғанасыз. Мына жақта әр қатарда бір-бір ilmekten қосасыз. Сөйтесіз, астында осындай сызықты тастап кетіп, келесі аркаға орамы жоқ бағанша екі жағынан да. Сонда мына аркаларымыз біздің азаяды. Мына көрдіңіздер ғой, былай қарай азайып келе жатыр. Ал мынау сызықтарымыз көбейеді. 6 рет осылай тоқып алыңыз. Одан кейін мына жерде тағы да бір кездесеміз. Ал енді қыздар, мына өзгеріс адвен моймен алдында. Мына жерде 6 қатар тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 7-шісіне келдік.
жетіншісіне мен мына табанын тоқыдым. Табаны мына жердегі так 1 2 3 4 5 6 13 ілмегімді. Енді қараңыздар, енді мына жерден біз қосамыз. Тағы да 6 рет қосамыз. Енді қараңыздар, мына шетінен 6 рет, мына шетінен 6 рет, бұны 12, 12 ілмек қосылады. Табанында 25 бар. Сонда 12-ке 25-ті қоссақ, бізде мынау табан жағында, мына жағында былай айналдыра алып келген кезде 37 ілмек болады. Солай тоқимыз. Енді қосқан кезде қалай тоқимыз? Табанды 13 ілмек тоқып алдық қой. Енді мынау арқаның алдындағы мына 6 ілмектен тұратын арқаның астына бір орамар бағанша қосамыз. Болды. Енді жерде 1 2 3 4 5 6 7 дейміз. 7. Осылай келесі қатарда тағы да 1 2 3. Бізде мына жерде неше арка болды? Қазір көрейік. 1 2 3 2 арка. 1 2 3. Күн ыстық. Жіптегенің жабысып қалады қолға қазір. Тоқу онша-мұнша адам тоқи бермейді. Бір қатты тоқыман жақсы көретін адам болмаса. Қараңыздар, мына жерде 1 2 3 4 арка болды. Мына қатарда бізде. Мына жерде ортасынан былай қарай 13 ілмек. Мына 14-шісін қостық. Мына жерде 7 ілмек және мына жерде 4 арка. Қайтадан мына жерде 7 ілмек тоқимыз. Шынжыр 2 3 4 5 6 7 және мына жер табанның алдынан мына арқаның астына тағы бір ілмек қосамыз. Былай қарай ары қарай өзінің бұл жартысында 12-е соны тоқып кете береміз. Келесі қатарда мына жерге келген кезде тағы да осының астынан қосамыз. Мына жерде 7 болса, келесіде 8 болады. 8, 9, 10 деп кете бересіз. Және осылай, дәл осылай бір-біреуден, мына қараңыздар, мына жерде көрсетейін мен. Мына бір, қазіргі мына қосқанымыз, одан кейін екінші, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай 6 рет қосамыз. Сіздер енді мынау 5 рет, 1, 2, 3, 4, 5 рет қосып алыңыздар. 6-шысына келген кезде мен мына жерге келеміз, ортасына. Ортасына келгенде мен не жасағанымды көрсетемін. Ал қыздар, біз мына қатарға жеттік. Қараңыздар, мына жерде бір-ақ арка қалды. Мына жерде біз табанын тоқып болған соң тағы да алдына қосамыз мына арқаның астына. Төменде мына сызық 10 болды бізде ілмек. Демек, мына келесі 11 болу керек. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Енді мына арқаға тек қана бір мынандай несі жоқ, орамы жоқ бағанша тоқымай, екеу тоқиық. Біз мына жерде мына бір сызықтарымызды сәл биіктеу қылып, мына жердің мына көлемді ашық тұрған жерді азайтуымыз керек. Не құрым? Егер мына жерден жауып жіберсек, мынандай болып қалады, как балетка. Аяқта жақсы тұрмайды. Не құрылым? Аяққа жақындау болу керек деп жатырмын, мен жабықтау. Сол үшін солай жасап жатырмын. Мына жаққа екі не жасадық, орамы жоқ бағанша. Енді мына жақтан тағы да 11 тоқимыз. Шынжыр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Жаңа мына жақтағыдай, оң жақтағыдай тағы да қосамыз. Тағы да біреу қосамыз, Енді бізде қараңыз, мына жерде біз 1 2 3 4 5 6 рет қостық. 6 рет қостық. Демек, бұл жерде бізде 1 2 3 4 5 әлі 5 рет қосқан екенбіз. Келесі қатарда тағы бір рет қосамыз, сонда 6 рет болады. Одан кейін қоспай бір қатар тоқимыз, сонымен ары қарай табанға өтеміз. Жақындап қалдық қыздар өрнекті аяқтауға.
Бұл жерде бәрі есеп, және егер мүмкіндік болса жазып алыңыздар. Ал қыздар, енді мына қатарда қараңыздар. Біз соңғы рет мына жерден қосамыз жанынан. Осы жерде ілмектеріңіз санап шықсаңыздар болады. Айнала егерде санасаңыз 35 ілмек болу керек. 35. Бұл жерде бізде мен алдында айтып кеткен 37 болу керек деп. Сондықтан мына жерден тағы қосамыз. Алдында мына жерде 11 ілмек тоқығанбыз. Енді кішкене қысқартайық. 10 қылайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мынау екі ілмектің арасынан бір ілмек тоқимыз. Екі ілмектің ортасынан бір ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және мына жерден де соңғы рет қосамыз алдынан. Болды. Ары қарай айналдыра тоқып шығыңыз. Айналдыра тоқып шығыңыз. Ал мына енді өрнегіміздің соңғы қатарына келдік. Бұл жерде біз ештеңе қоспаймыз. Мына жерде алдыңғы қатарда біз 10 ілмек тоқыдық. Енді 9-ға қысқартайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мынау алдындағы орам жоқ бағаншаны үстінен тоқып жібереміз. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Аха. И мына жақтан да қоспаймыз ештеңе. Ой, қоспаймыз деп өзім қосып жатырмын. Қоспаймыз, үстінен ғана тоқып шығамыз. Егерде санасаңыз, бұлай айналдыра тоққан кезде сізде 37 ілмек болу керек. Айналдыра тоқып шығыңыз. Ой, мен сіздерге айналдыра тоқы деппін. Жоқ, айналдыра тоқымайсыз. Мынау неге дейін тоқисыз? Мынау ортасына дейін, табанның ортасына дейін тоқисыз. Және осы жерде жіпті үзіп, шетінен бастаймыз қайтадан. Өйткені осы жерде жіп үзіледі. Өйткені егерде олай жасамасаңыз, мына қатарыңыз дұрыс шықпай қалады. Болды. Мына жерден жіпті үзесіз. Мына өрнегіміз біздің аяқталды. Мына жерге дейін келдік. Мына сызықтарды санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мына жерде қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Болды. Мына жерден жіпті үзесіз. Енді табан жағын келесі видеода тоқимыз. Осылай мен видеоны 3-ке бөліп тастадым. Табан жағын, мына жағын, соңын, мына обвязкасын келесі бөліп тоқимыз. Қош сау болыңыздар. Келесі видеоға дейін. Ертең күтіңіздер келесі видеоны.